Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, балақайлар. Бүгін біз сіздермен бірге зейінділікке арналған жаттығуларды жасайтын боламыз. Ендеше ең алдымен зейін дегеніміз не? Зейін дегеніміз адамның психикалық әрекетінің белгілі бір нәрсеге шоғырланып бағытталуы. Адам өмірінде зейіннің алатын орны зор. Мысалы, сабақта балалар сабақты дұрыс түсінбеуі, тапсырманы дұрыс орындамауы, немесе тапсырманы орындап жатқанда қате жіберуі, оның барлығы дұрыстап зейінді қоймаудан болады екен. Дұрыстап зейінді қоймаудан міне сондай қателіктер жібереді. Ендеше құрметті балақай, құрметті ата-аналар, сіздермен бірге осының ішіндегі жаттығуларды бірге орындайық. Құрметті ата-ана, құрметті балақай, зейінділік жаттығулар 5 жастан жоғары жастағы балаларға арналады. Бұл жерде бірінші тапсырма болып лабиринттер кетеді. Лабиринттердің балаға қандай пайдасы бар? Баланың ұсақ моторикасының дамуына оң әсер етеді. Балада қиын жағдайлардан шығу жолдарын іздеуге ынталандырады және баланың табандылығы мен зейінін дамытады. Сонымен қатар балада логикалық ойлауды қалыптастырады екен. Қараңыздар, міне қандай неше түрлі лабиринттер бар. Жеңілден күрделіге. Мынау жеңілден, міне бұл жерде лабиринт, мынау балақайды біз үйге апарамыз және балықты суға жеткізу керек. Және де ескертетін жайт, бұл тапсырмаларды орындау барысында міндетті түрде құм сағатты қолданамыз, 1 минуттық, немесе телефондарыңызға сіздерде 1 минутқа қойып, осы тапсырманы балаларға орындатсаңыздар болады. Міне бұл жерде әр түрлі лабиринттер бар. Және ескеріп кеткендей, жеңілден күрделіге баланың қабілетіне қарай бересіздер. Келесі міне зейінділікті арттыруға арналған жаттығу. Бұл жаттығуды да 1 минут уақыт бересіздер. Міне бұл жерде көріп тұрғандай менде балалар орындаған. Мына жерде қараңыздар, күліп тұрған қыз, қыздың бантигі, шашы барлық қара түсті, және екінші қызда көңіл күйі түскен, бірақ бантиктері ақ түсті. Міне бұл жаттығуды орындауда балаларға сіздер міндетті бірден ескертесіздер. 1 минут жаңағы айтқанда құм сағат немесе уақытты қолданасыздар. 1 минут уақыттың ішінде балалар жылдам осы 2 суретке назар аудару арқылы 2 суретті ғана табу керек және реттілікті сақтау керек. Қатарына қарай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Демек, бұл жерде біз процент шығарамыз, 11, демек ол 110%. Егер де сіздің балаңыз осы 11 қатардың 8-не дейін немесе 9-на дейін жетсе, демек сіздің балаңыздың зейінділігі жақсы десек те болады. Кейбір балалар 2 қатарға дейін ғана жетеді, 1 минуттың ішінде 3 қатарға дейін, 4 қатарға дейінге жетіп жатқан балалар бар. Міне сондайда зейінділікке арналған бұл да жаңағыдай тапсырма. Сіздер әр түрлі фигура ретінде алсаңыздар да болады. Міне маған бұл осы жаттығуға байланысты менде міне түрлі зейінділікке арналған міне мынандай ішінде суреттер бар. Міне көріп тұрсыздар, міне әр түрлі сіздер өз қалауларыңыз бойынша да жасасаңыздар болады. Міне сандармен де болады. Сіздер сандармен алсаңыздар да, мысалы, осының ішінен 3-пен тек қана 4-ті анықтау керек. 4-ті дөңгелету керек, 3-пен 4-ті ғана табыңыздар деп балаларға беруге болады. Балалар зейінін 3-пен 4-ті табу арқылы олар санды да жаттап отырады. Мектепке баратын балаларға өте тиімді. Міне түрлі түсті суреттермен де. Міне бұл жерде әр түрлі осындай жануарларға байланысты. Кейбір балалар жануарлар дұрыс танымайды, сондықтан да біз бұл жерде еліктің баласы мен қоянды табындар, осы екеуін ғана дөңгелетсеңіздер болады деп балаларға тапсырма берсек болады. Балалардың зейіні тек қана осы 2 суретте болу керек. Міне мына жерде де міне ұқсап тұрған сияқты, бірақ ерекшеліктер бар, Кейбір балалар шатасып кетуі де мүмкін.
іздер, және де келесі міне жаңа көрсетіп кеткендей жаттығулар. Келесі жаттығу назарды жылдам аударуға үйрену. Бұл жаттығуда да біз зейінділікке арналған символдарды тігінен жаза отырып баланың назарын жылдам алмастыру. Бұл тапсырмаға да 1 минут уақыт беріледі. Бұл міне бірінші кесте, екінші кесте дегеніміз, ол бүгін бірінші кестені орындаса, ертең екінші кестені орындайды. Барлығын бір уақытта беріп тастамайсыздар. Бұның да әртүрлі міне көріп тұрғандай. Бұл жаттығуды өте сіздер торкөз дәптер бар емес пе, соған да белгілеп сызып балаларыңызға үйретсеңіздер болады. Міне сандар да берілген. Енді бұл тапсырма қалай орындалады? Мектепке 1-ші сыныпқа келейін деп жатқан балалармен мектеп алды даярлық сыныппен орындалған тапсырма. Міне 1 минут уақыт берін. 1 минут уақыттың ішінде бұл оқушы тек қана 3 қатарын ғана орындаған. Ал бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 торкөз бар. Негізі осының жартысына жетсе, демек оның жылдамдығы да, зейінділігі де өте жақсы деп айтуға болады. 1 минут уақыт береміз. Бала міндетті түрде көлденең орындамайды. Кейбір балалар көлденең орындап тастайды. Жоқ, бірден айтасыздар, тігінен орындаймыз деп. Доғал, 4 бұрыш, ромбик, дөңгелек және таяқшалар. Бұл жерде әдемі салу деген міндетті емес, тек қана баланы зейінділікке жылдам орындауға үйрету. Және міндетті түрде уақытты қоюды ұмытпаңыздар.